Ассалаумағалейкум. Бүгін әлеуметтік желіде тағы да бір балалардың төбелесіп жатқан бейнесін көрдім. Балалар болғанда енді жасөспірімдер ғой. Сонда бірнеше бала бір баланы ұрып құлатып тепкілеп жатқанда, сосын үстінен секір деп айтып жатыр да. Соған бәрі таң қалып жатыр. Мынау неткен қатыгездік, біздің балаларымыз не болып бара жатыр деп. Оның алдында да жақында бір бейне болды, бәріңіз көрдіңіздер. Бір қай жерде, Қызылорда облысында ма, бір баланы талдырып, анау ұйықтап қорылдап жатқан баланың үстінен тағы да тепкілеп жатқан. Өте сондай асқан қатыгездікпен тепкілеп жатқан. Құдайға шүкір аман есен ол бала. Оның алдында тағы да бір қыздардың төбелескен бейнесі болды. Енді осының бәрі сондай үлкен бір халықтың арасында наразылық тудырып жатыр. Неге біздің балаларымыз сондай қатыгез деген? Негізі ондай нәрсе бізде бұрыннан бар. 90-шы жылдар мен өзім мектепте оқып жүрген кезде 6-шы сыныпта оқығанда біз сондай класс на класс деген сондай бізде разборкалар болып еді ғой. Өзім ешқашан ондайға қатыспайтын, мен төбелес деген нәрседен аулақпын өзім. Бізді басқаша тәрбиелеген да үйде. Бірақ сондай разборкалар болған кезде құласа беттен ғана теп деген сондай сөздерді еститін ше. Яғни ол кезде сондай болған. Және сыныптастардан неше түрлі әңгімелер естігем. Бізден бір сынып жоғары оқитын балалар, біздің көршілеріміз ғой, енді бәріміз бір районда тұрамыз. Біреу көшеде келе жатқан мысықты тебеді, мысалы, өзінен өзі келе жатқан. Сосын ей, сен неге ондай қатыгезсің деп айтқан кезде, ей, сендер білмейсіңдер, анау жігіт деп басқа бір жігітті айтып жатыр да. Бір рет разборкаға барғанымызда бір баланы арыққа жатқызып үстінен секірген дейді да. Ол кезде біз мектепте оқып жүргенбіз. Үлкен сыныптарда, 8-ші, 9-ші сыныптарда. Сол кезде сондай нәрсе болған. Бұл 90-шы жылдар. Жалпы бұл қатыгездік сол кездері басталды да, сол 90-шы жылдар. Содан бері келе жатыр. Бұл бұрыннан бар нәрсе. Бірақ біздің ата-аналарымыздың кезінде ондай нәрсе болмаған. Ол кезде заман басқа болған. Өйткені менің әкем өзі айтады да, ол өзі де өте сондай криминальный районда өскен да, неблагополучный. Сонда айтады да, бізде де төбелестер көп болған дейді. Бірақ қазіргідей қатыгездік болмаған дейді. Ешқашан біз адамды басынан ұрмайтынбыз дейді. Ол кезде кішкене түсініктер болған, понятие дейді ғой, сондай до крови, до отказа деген нәрселер болған. Егер біреу бас тартса, мен төбелеспеймін дейді. Оны ешкім ары қарай төмпештемейтін. Талпа бір адамға жабылып тепкілемейтін. Үстінен секіріп, басын мыжғылап өйтіп төбелеспейтін. Содан кейін егер біреудің қан аға бастаса, мұрны қанап, сондай басы жарылып, ары қарай оны ешкім тепкілемейтін. Бірақ қазір ондай түсінік жоқ. Қазір шынында да балалар қатыгез болып кеткен. Енді бәрі соған таң қалып жатыр. Неге балалар ондай қатыгез? Оның бәріне біз кінәліміз. Ата-аналар. Қазір мен өзім балаларым өсіп келе жатыр. Мен оларды мейірімге бөлеп тәрбиелеймін да. Мен байқаймын, басқа ата-аналар ондай емес. Әсіресе әкелер балаларына өте сондай суық та, жылы сезім көрсетпейді балаларына. Құшақтап, бауырына басып, басынан иіскеп, ұл бала болса арқасынан қағып, кішкене қыз болса басынан сипап деген ондай нәрсе мен қазір ата-аналарда көрмеймін да. Мейірім танытпайды да. Балаларды қатыгез қылып тәрбиелейді. Өте сөйлеген кезде сондай дөрекі сөйлеп, қазір кішкентай балалардың өздері 9-10 жасар балалар көшеде жаман боқтайды да. Ата-анасынан үйренеді. Біздің ата-аналар қазір жауапкершілік деген нәрсені ұмытып кеткен. Баланың тәрбиесіне жауапкершілікпен қарамайды, мүлдем. Ол жай бір, қалай айтсам болады, өзінен өзі болатын процесс сияқты да. Мен баланы таптым, дүниеге әкелдім, болды, ары қарай ол өз-өзін тәрбиелейді деген сондай түсінік қазір ата-аналарда. Ол үлкен қате. Бір кинода көрсетіп еді ғой, судың қасиеті туралы. Сонда бір Жапон ғалымдары эксперимент жасайды ғой. Бір стақанға күрішті суға салып қойды да, оған рахмет деп айтады. Енді бір стақанға суға күріш салып қойып, оған сен ақымақсың дейді, үшіншісіне ештеңе айтпайды. Сонда ана ештеңе айтпаған күріш қарайып, зең басып, сондай қап-қара болып шығады да. Яғни игнор жасаған кезде, ешқандай көңіл бөлмеген кезде бала дұрыс тәрбие алмайды, ол бұзылып өседі. Өйткені оған ешқандай ориентир жоқ. Ата-анасы ориентир бермесе, ата-анасы баланы тәрбиелемесе, онда ол баланы ата-анасынан басқалардың бәрі тәрбиелейді. Сол ата-анасынан алмаған тәрбиені ол басқалардан алады. Маңайындағы достарынан, сыныптастарынан, көшедегі балалардан, бұзақы балалар бар, көшедегі, солардан тәрбие алады. Интернеттен тәрбие алады. Басқа да адамдардан. Ата-анасы сол тәрбиені бермесе, ол басқалардан тәрбие алады. Неге? Өйткені ең бірінші оған бала кезінен ата-анасы бір түсінік қалыптастыру керек. Ішінде бір стержень орнату керек та. Сондай түсініктерді миына құйып тастау керек. Сол кезде басқа адамдардың ықпалы оған жүрмей қалады. Өйткені оның ішінде өзінің стержені болады. Ал егер ата-анасы соны қалыптастырмаса, ол басқа нәрсені бойына сіңіре береді. Көрген нәрсені бойына сіңіреді. Сонда ол бала
маңайында төңірегінде не көрсе соның бәрін үйренеді, соның бәрін қабылдайды. Ата анасы балаларда тәйт деп айтпайды қазір. Баласы боқтап жатыр ма, мүлдем ешқандай мән бермейді. Сосын баласына мейірім деген нәрсені үйретпейді. Бұл үлкен сондай бір кемшілік қазір. Бізде ата-аналар қазір балаларды наглый бол деп үйретеді. Сен ешкімге есеңді берме, ешкімнен кем болма. Керісінше, егер қалай өзің мықты екенін дәлелдеу үшін бірінші болып соққы бер деп киноларда қазір көрсетеді ғой. Мен жиі естимін да киноларда. Всегда бей первым деп айтып жатады да. Анау Холливудтың киноларында. Бұлар қазір бізде де сондай тәрбие беріп жатыр да. Ал бірақ негізі бұрын қазақтарда ондай түсінік болмаған. Қазақта мынандай мақал бар. Қорыққан бұрын жұдырықтайды деген. Яғни кім бірінші болып соқса, яғни ол адам қорқады деген сөз. Сол қорыққаннан бірінші болып соқты деген сөз. Ал күшті адам ешқашан бірінші болып тиіспейді. Өйткені ол қорықпайды да, ол бірінші соққанды қабылдауға қорықпайды. Сондықтан ол бірінші болып ешқашан тиіспейді. Тек біреу оған тиіссе ғана ол жауап береді. Ал қазір бізде керісінше да, сен бірінші болып соғуың керек, өзің соққы алмауың керек та. Бірінші болып әрқашан әрекет етуің керек, сен наглый болуың керек, бәрінен озып кетуің керек деп. Бірақ ол қалай жүзеге асады, сол туралы түсіндірмейді да. Әйтеуір адамдардың басын таптап өтсең де, әйтеуір бірінші бол әрқашанда, бәрінен озық бол деп сөйтіп тәрбиелейді. Наглый бол, пысық бол деп. Пысық болу керек, иә, келісемін, бірақ біреудің қалай айтуға, шекарасынан өтпеу керек та. Біреуге қатыгездік көрсету арқылы өзің жетістікке қол жеткіз деген нәрсе дұрыс емес та. Жетістікке жету үшін өз еңбегіңмен жетістікке жету керек та. Біреуді алдау арқылы емес, біреуді ұрып, жығып, соғып, күш көрсету арқылы емес. Және 90-шы жылдары бізде рэкет деген нәрселер болды ғой. Содан кейін балалар соған еліктеді. Мысалы бізде мектепте оқып жүрген кезде сыныптастарымыз айтатын: сен өскенде кім болғың келеді деген кезде, мен рэкет боламын деп. Көбісі соған қызығатын да, рэкет деген күшті деп. Содан кейін 2000 жылдары оның бәрі қалған сияқты болды. Бірақ 2000 жылдар басталған кезде қайтадан сол 90 жылдардағы мәдениет қайтадан жаңғыра бастады. Өйткені кино арқылы соны бізге қайтадан миымызға құя бастады да. Рэкетир деген кино шықты сол кезде. Сол кинода рэкетті жақсы қылып көрсетті да. Рэкетті керемет сондай бір мәдениетті адамдар Құрманғазының күйлерін тыңдайды, сондай өте сондай бір күшті, ондай текті, сондай благородный дейді ғой, сондай адамдар көрсетеді, текті адамдар. Сондай бір жағымды бізге стереотип қалыптастырады, рэкеттің ол жақсы деген. Андай Ресейдің қаншама кинолар шықты, бригада, бумер, тағы да басқа. Сонда басты рөлде қылмыскерлер болды, бірақ оларды жақсы жағынан көрсетуге тырысты. Содан кейін адамдар сондай түсінік қалыптасады да, оның бәрі, яғни адамды тонау, оның бір затын тартып алу, мүлкін тартып алу, адам өлтіру деген ол түк емес деген сияқты сондай. Мысалы Брат деген кино болды, бейт алды адамдарды өлтіре береді, ешкімге қарамайды. Жазықсыз адамдарды бәрін қарамайды, өлтіре береді бәрі. Сондай кинолар тәрбиеледі біздің балаларымызды. Бізді содан қазір біздің балаларымыз қазір одан да асып кетіп бара жатыр. Ешқандай тәрбие жоқ, ата-анасы дұрыс тәрбие бермейді. Содан кейін олар сондай киноны көреді, сосын анандай жаңағы компьютерде неше түрлі ойындар ойнайды. Жақында мынандай оқиға болды да, менің 9 жасар балам маған айтады: интернеттен Гренни деген ойынды көріңізші дейді. Мен мейлі жарайды деп кіріп қарасам, іздеп көрсем, шынында да ондай ойын бар екен. Грани деп аталады. Грани дегеніміз ол ағылшын тілінде, енді қазақшаға аударсақ, әжетай деген сияқты сөзді. Әже деген сөз, бірақ еркелетіп айтылғанда әжетай деген сияқты. Бұл ойын хоррор стилі жасалған да. Ол жақта баланың әжесін өте қорқынышты, сондай зомби сияқты көрсеткен да. Сол бала немере әжесінің үйінде болады. Үйдің іші қорқынышты, андай сұмдық атмосферада ішінде, өте қорқынышты. Соның ішінде жүреді, анау бала бір бұзақылық істеп қойса, бір деген құмыраны үстелден түсіріп алса, немесе бір шу шығарса, бөлмеден шығып қашқысы келсе, әжесі келеді, шоқпармен ұрып өлтіреді екен. Сұмдық ананы ойынды бар ғой, мен өзім тексеріп көрейін деп бір 5-10 минутта ойнадым. Бүкіл денем түршігіп кетті аны көрген кезде. Қазір сол ойынды менің баламның сыныптастары ойнап жүр. 9 жасар балалар, бәрі соны ойнайды екен. Мен таң қалдым да. Балам айттым, ондай ойынды ойнаушы болма дедім. Оның сыныптастары ойнайды екен. Содан кейін далада балалар ойнап жүрді, мен қастарында жүрдім да. 5 жастан 10 жасқа дейінгі балалар ойнап жүрді. Бір топ бала, бір 10 шақты бала. Олардың бәрі сол ойынды біледі екен. Бәрі үйінде соны ойнайды екен. Кішкентай 5 жасар балалардан бастап. Мен таң қалдым да. Ата-анасы не қарап жүр сонда? Анау ойынды ойнаған кезде бала түгіл ересек адам өте жағымсыз әсер алады да. Ал баланы ойлаңыздар, баланың психикасы өте икемді. Егер ол кішкентай кезінен соған үйренсе, ол сосын қатыгездікті сезбейтін болады да. Ана жерде шоқпармен ұрып өлтіріп жатыр, қан шашырап жатыр да, баланың көзі соған үйренсе, ол сосын
қатыгездікті көрген кезде ешқандай эмоция алмайды да, ешқандай сезім алмайды. Содан кейін ондай адамдар өздері бар адамдарды тепкілейді, ұрады, өлтіреді, бірақ ешқандай ештеңе сезбейді да, оның қатыгездік екенін түсінбейді. Бала кезінен өйткені сондайға көздері үйреніп қалған да. Сондықтан мұндай ойындарды балаларға ойнату өте қауіпті. Және бір қызығы, сол ойынның мен отзывтарын оқып көрдім да, қазақша өте көп отзыв жазылған екен, бәрі мақтап жатыр. Күшті, керемет ойын деп. Скриншоттарын жасап қойдым, егер керек болса қазір сіздерге көрсетемін. Құдай сақтасын, анау сұмдық нәрсе. Осыған орай мен ата-аналарға айтқым келеді, балаларыңызға смартфон беріп құтылмаңыздар. Мен білемін, қазір сондай заман, уақыт тығыз, көп нәрсені үлгеру керек, бірақ баланың тәрбиесін құрбан қылмау керек та. Баланың тәрбиесіне әрқашанда көңіл бөлу керек, әрқашанда уақыт бөлу керек. Смартфон беріп баладан құтылам деп ойламаңыздар. Егер сіз смартфон беріп құтылсаңыздар, ең болмағанда оның не ойнап жатқанын қадағалаңыздар. Қандай ойын ойнап жатыр, не көріп жатыр сол смартфонда, қатал қадағалау керек. Мен өзім баламның телефонды анда-санда беріп тұрамын да, бірақ не ойнап жатқанын әрқашан қадағалаймын. Сөйтіп, балаға әрқашанда уақыт бөлу керек, көңіл бөлу керек, көбірек уақыт өткізу керек ол баламен. Балаға көбірек мейірім көрсету керек. Оны сондай мейірімді атмосферада өсіру керек та. Құшақтап, маңдайынан иіскеп, басынан сипап, жылы сөйлеп. Өйткені дегенде бәріміз мұсылманбыз ғой. Мұсылманның ең жақсы қасиеті қандай? Ол мейірім. Алла тағаланың ең басты, ең негізгі екі аты қандай? Ар-Рахман, Ар-Рахим, мейірімді, рақымды. Яғни адамда бұл екі қасиет приоритетте болу керек. Ең бірінші адам мейірімді болу керек. Ал одан кейін әділ, адал деген басқа да қасиеттер кете береді. Жомарт, тағы да басқа. Ал мейірім ең бірінші, ең жоғары орында тұру керек. Бәрімізге балаларымызды мейірімді қылып тәрбиелеу керек. Сен наглый бол, сен андай есеңді берме, айналада балалардың бәрін ұрып соқ, бәрін қорқыт деп тәрбиелемеу керек. Керісінше мейірімге тәрбиелеу керек. Өйткені нағыз күшті адам ғана мейірімді болады. Өйткені ол соққыны көтере алады да. Біреу оған тиіссе, біреу оған соққы берсе, ол бірінші соққы әрқашан төтеп бере алады. Ол күшті адамның қасиеті. Ал қатыгез адамдар ол кім? Ол қорқақ адамдар. Олар таяқ жеуге қорқады да, сондықтан әрқашанда бірінші болып соққы береді. Осындай нәрсені, қарапайым нәрсені бізге түсіну керек та. Наглый болу, андай қу болу, алдап кету, ұрып соғу деген нәрсе ол әлсіз адамның қасиеті. Ол әлсіз адамдарға тән қасиет. Өйткені ондай адам әрқашан қорқады да. Мен таяқ жеп қаламын, мен құр қаламын бірдеңеден деп. Содан кейін әрқашанда ол осындай қулық арқылы, қатыгездік арқылы өз есесін алғысы келеді. Бұл өте үлкен қате. Баланы өйтіп тәрбиелемеу керек. Баланы мәдениетті тәрбиелеу керек, кітап оқыту керек. Әрине баланы спортқа беру керек, бірақ қатыгездікке үйретпеу керек. Осындай қарапайым нәрсені көп ата-аналар түсінбейді, қарапайым нәрсеге көңіл бөлмейді. Содан кейін біз таңғаламыз, неге балалар сондай қатыгез деп. Бұнда таңғалатын ештеңе жоқ. Және мынандай бір мақал бар ғой, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деген. Бұл да өте дұрыс айтылған сөз. Адам өзіне де көңіл бөлу керек. Өзі де балаға дұрыс үлгі көрсету керек. Егер адам өзі үйінде боғауыз сөз айтып сөйлесе, әрине баласы оның айтқанын қайталайды. Осыған қатты көңіл бөлу керек бізге. Бізде қазір бала тәрбиесі деген мүлдем жайында қалды да. Ол болмайды. Балалар ол біздің еліміздің болашағы. Ол біздің бүкіл еліміздің көркеюі сол балаларға байланысты. Біздің қазіргі балаға беріп жатқан тәрбиемізге байланысты. Біз балаға қазір дұрыс тәрбие бере алмасақ, біздің еліміздің болашағы болмайды. Сондықтан бізге оған қатты көңіл бөлу керек. Бала тәрбиесіне уақыт бөлу керек. Оған біз өзіміздің күшімізді бөлуіміз керек. Оған энергиямызды жұмсауымыз керек. Оған өз уақытымызды бөліп, ынтамызды, ықыласымызды бөлуіміз керек. Онсыз болмайды. Егер біз баланы тәрбиелемесек, оны басқалар тәрбиелейді. Сол кезде біздің баламыз дұрыс тәрбие алмайды да, сосын бізді тыңдамайды, бізді түсінбейді, неуправляемый болып өседі, қатыгез болып өседі. Осының бәрін алдын алу үшін осыған қатты көңіл бөлу керек. Енді бала тәрбиесінде тағы да бір жетіспейтін нәрсе бар. Ол туралы мен келесі жолы айтып беремін. Бұл да маңызды нәрсе. Сондықтан арнамыздан ажырамай, келесі жолдарды күтіңіздер. Келесі кездескенше.